Саламатсыздар ма, пайдалыларына көрермендері? Бүгінгі видеомызда хиджаманың пайдасы туралы айтатын боламын. Сонымен қатар қандай ауруларға ем екендігін және де қандай аурулардың алдын алатындығын айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Адамның өсу процесі 20 жасында тоқтайтындығы белгілі. Оның салдарынан адам ағзасында, әсіресе арқа жағында тұз сияқты улы заттар жинала бастайды. Өлген қан түйіршіктерінің көбеюінен соң қан айналым жұмысы баяулайды. Ол өз кезегінде дененің қызметіне кері әсер етеді. Хиджама түрлі соққылар салдарынан денеге тұрып қалған улы және бұзылған қанның тартылуының тиімді тәсілі. Сонымен бірге қан ауруларын емдеп, дененің белсенділігін арттырады. Хиджама қатерлі ісік ауруын сақтап, кейбір сал ауруының алдын алады. Сонымен қатар ревматизм, астма, қатты бас ауруын алдын алады. Хиджама желке, арқа және аяқ бұлшықеттерінің тартылуына қарсы таптырмайтын ем. Хиджама денеге қуат жүктейтін көз ретінде жұмыс істейді. Белдегі жүйке ауруларын емдейді. Сондай-ақ бүйректің қабынуына ем. Қорыта айтқанда, хиджама жасаумен денедегі жалпы әлсіздік, ас қорыту жүйесін жақсару, дененің белсенділігін арттыру, жүйке аурулары, денені өлген қаннан тазарту, иммунитетті күшейту, ағзаны улы заттардан тазарту, сақтау қабілетінің әлсіздігі, мида қанның ұюынан қорғау, омыртқа деңгейіндегі ауруды жеңілдету, көру қабілетін жақсарту, жыныстық әлсіздікті жою, қан айналымы реттейді және бұлшық еттің тырысып қалуын емдейді. Хиджама жасау қанның құрамы 45% жасушадан, 55% сұйықтықтан тұрады. Адамның ағзасында 25 триллион қызыл түйіршік, 35 миллиард ақ түйіршік қан бар. Адам бойындағы қан қаланы электр қуатымен қамтамасыз ететін станция секілді. Қан ағзаға оттегі мен қоректі тасымалдаушы қызметін атқарады. Ал қанның ақ түйіршіктегі денеге шабуыл жасайтын вирус пен бактерияға тойтарыс беретін әскер сияқты. Хиджама қарапайым тілмен айтқанда бос шыны ыдысты арқаға қойып, ыдыстың ішінен ауа шығарып тасталады. Теріге жабысқан оттексіз ыдыс инемен тесілген терілер арасынан өлі қанды сору әдісімен жасалады.